يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. Assalamu alaikum. Video сабағымыздың 10-шы бөлімі. Сіздердің қажылықтағы сапарларыңыздың 16-шы күні, яғни тамыздың 28 күні елге қайту күні. Баршамыз жолға дайындаламыз. Осы кезде туындайтын көп сұрақтар: артық мөлшердегі жүкті алуға рұқсат жоқ. Баршаңызға сол кезде ескертеді, қанша килограмм алуға рұқсат ететінін, одан артық алуға рұқсат етпейді. Одан кейін зәмзәмға байланысты. Біздің қажекелер өзі зәмзәм алып кетуге құмар. Біз компаниямыздың атынан әр қажыға 5 литр зәмзәм береміз. Одан артық алып кетуге рұқсат етілмейді. Және де одан артық алсаңыздар, сіздерді әуежайдан өткізбей қояды. Соңғы айтатынымыз, елге аман есен оралғаннан кейін тағы да бір мойындарыңызда үлкен жүк болады. Сіздер былай айтқанда ең қасиетті жерде болып келдіңіздер. Ең қасиетті адамдар басқан жерді басып келдіңіздер. Пайғамбарымыз өмір сүрген, сахабалар өмір сүрген. Яғни сол жерде жинап келген сауаптарыңыздан айырылып қалмауға тырысыңыздар. Өйткені кез келген адамның қажылығының қабыл болуының бір белгісі қажылықтан кейін жақсы жағына қарай өзгеріп келуі. Алла Тағала баршаңыздың елге аман есен оралуларыңызды нәсіп етсін, және де осы үлкен ұлы құлшылық қажылықтарыңызды қабыл етсін.